Қазан айының алғашқы жексенбісі бала жанның бағбаны бола білген ұлағатты ұстаздардың кәсіби мерекесі. Осы атаулы күнде қашықтықтан оқыту режимінде цифрлық білім беру ресурстарын дайындауға белсене қатысқан мұғалімдердің еңбегі еленді. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығы Түркістан облысы мен Шымкент қаласының ұстаздарын марапаттады. Еліміздегі пандемия жағдайына байланысты онлайн оқуда дәріс беру жұмыстары екі есеге артып, мұғалім үшін жасалатын еңбектің көбейгені де баршамызға мәлім. Осыған орай өрлеу біліктілікті арттыру орталығы барлық сыныптар үшін 5000-ға жоқ цифрлы сабақтардың контентін әзірлеген. Видео сабақтарды дайындауға атсалысқан мұғалімдер өздерінің төл мерекелерінде арнайы алғыс хатқа ие болды. Қашықтан оқыту басталғалы ұстаздар көптеген қызмет атқарды. Соның бірі республика бойынша өрлеу біліктілік арттыру орталығымен 5000-ға жуық бейне сабақтар түсірдік. Бүгінгі сол еңбегіміз еленіп, өрлеу біліктілікті арттыру орталығына марапатқа келіп отырмыз. Басқарма басшысы Гүлназ Кенжетаевнаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Мереке тағы да құтты болсын. Аталмыш орталық қазіргі қоғамдағы цифрлық ортада мұғалімдердің дағдыларын дамытуды қолға алған. 2020 жылдың тамыз айында қашықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша педагогтар мен ата-аналарға арнап вебинар өткізді. Бұл да бір бірліктің, білімге деген, білімді таратуға деген бір құштарлықтың белгісі деп білеміз. Сондықтан бұндай істер жиі болып тұрса, әрине педагогтар мен өрлеудің ортасында ынтымақтастық жиі болады, жақсы болады деген сенімдеміз. Мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін ерекше мамандық иесі, дүниедегі барлық саланың төресі. Сондықтан ұстаздарға көрсетілетін құрмет қашанда жоғары болуы тиіс. Дамира Сайлау, Гүлнар Асқарқызы, Ербол Махашев, жаңалықтар.